бар. Бұл нәрсе мен қазғана түсіндіріп отырмын. Браслеттен шықты. Сол браслетке қарадым да, менде сондай сұрақ пайда болды. Сол кезде не болып еді деген Ол сияқты. браслетті негізі өзің де тағып жүрдің ғой қолыңда. Тағып жүрген жоқпын. 5-ақ минут болды қолымда. Бұрынғы өткен нәрселерді қозғамай қояйық, болды. Диана ханым, бұл браслет менің қолымда жүрген уже 1 айдан асып кетті ғой. Бұл 1 ай бұрын өтіп кеткен әңгіме не қолы, не жарқы болғанын айтамын да. Шерхан, құда балаңыз не істеп жүр? Жоқ, Мағжан, мен сені түсінбей отырмын. Нең бар? Сенің өткен ара қатынасыңдағы әңгімені қазір де бір бопты деп қоя салудың орнына дальше алып кетіп жатсың. Қойшы бауырым болды. Шынымен сенің сыртыңнан қарап, мен де ұялып отырмын бауырым. Мақұл. Керек емес. Аида, бұл сен оған ол нәрсеге кіріп, екеуіне түсіндіріп беріп, керек емес. Сен Нұрдәулетің бар ма? Алдыға қарай жүрші болды. Шерхан, мен екеуіне түсіндіріп отқан жоқпын. Мен просто еңліктен сұрадым, не тема болды, не жайлы деп. Болды, мен білуім керек қой, енді мен жайлы не сөз болып жатыр, дұрыс па? Енді бұдан былай ара қатынастарыңыздарды құрасыздар бы, екі жаққа кеттіңіздер, өзіңіздердің адамыңыздар тап бақытты болып кеттіңіздер. Нұрдәулет екеумізді қозғамай қойсаңыздар, біз бақыттымыз, болды. Жоқ, Диана ханым, негізі Шерхан бір ғой, бізде Мағжан не қатысы бар деймін да. Ол тақырыпты бастап отқан да Мағжан емес, бағана ортада отырған кезде де оны бастаған Мағжан емес. И жаңа просто түсіндіріп жатыр, қалай болды, он тоже должен себя оправдать как-то. И тем более болды, ол тақырып жабылды, бұл 1 ай бұрын болған әңгіме деп тоқтатып жатыр. Зачем? Жоқ, қазір бопты да, мейлі оныкі дұрыс боп тұрса да, болды, мен дұрыс емес болдым сол ара қатынасты. Жарайды, тасташы деп айтатын адам. Жоқ, неге ол үйтіп айту керек? Сен қызық адам, саған... Сен жаңа ортада неге естіп сөйлемедің, Нұрсұлтан, мен сен түсінбедім. Саған қыздар саған атылғанда, сен неге сөгізді айтпайсың? Боп, сенгі дұрыс деп, сен до конца барасың ғой. А бұл жерде мен неге Мағжан прав боп тұрып, бұл үндемей аузын жаба беру керек. Мағжанның ақ көңілдігі бар, өте қатты ақ көңілдігі бар. Бірақ Мағжан сол ақ көңілдігі мен сырттайда бір күн түбіңе жетеді. Керек емес. Правсың ба? Правпын деп. Не правсың? Бұл не үшін үндемей? Бұл әңгіме Мағжанның тарапынан тек қана еңлікке емес, басқа адамдарға да айтылды десекші. Енді бұлай болған кезде ол әңгіме Дианаға эфирде де айтылған. Жоқ, керісінше басқа формада. Ал мен Мағжанды бір 3 жылдан бері танимын, үйтіп бұл бұрмалап сөйлейтін жігіттердің қатарына деп. Бізде жарнамадан кейін Ерасылдың таныстығы. Отбасымыздың әр мүшесі Foodmaster живой йогуртын салқын жерде сақтау керектігін біледі. Өйткені оның құрамында